Қабілетті анықтайтын жаңа жоба. Елімізде қазан айынан бастап жеткіншектердің біліктілігін ерте ашуға бағытталған бағдарлама жүзеге аспақ. Енді кез келген ата-ана қабілет.елбасы.академия.kz сайтына тіркеліп, кішкентайларының қай салаға құштарлығы басым екенін тест жүйесі арқылы біле алады. Жаңа бастаманы Нұрсұлтан Назарбаев қоры ұйымдастырып отыр. Жаңа жоба биыл алғаш рет жүзеге асырылмақ. Онда әзірге тек 10 мен 11 жастағы балалар бағын сынай алады. Яғни ата-аналарға кішкентайларының білімі мен бейімін білуге қабілет қызметіндегі диагностика тесті көмектеседі. Тестілеуден үйден немесе дарын өңірлік орталығында онлайн өтуге болады. Артынша қорытындысына сәйкес психолог мамандар баланың әлеуетін дамыту мен болашақ мамандығын таңдау бойынша кеңес береді. Сондай-ақ арнайы орталықта жұмыс істейтін әдіскерлерді ұйымдастырушылар Алматыға алдырып, түрлі семинар, тренингтер өткізіп жатыр. Баланы дамыту картасын жұмысын бастаймыз. Ата-аналарға қалай баланы дамыту керек? Өйткені мысалы білесіздер да, кейбір бала гуманитарий жағына жақсы болады. Кейбіреулері математика жағына жақсы болады. Кейбіреулері көбінде мысалы музыка, бейнелеу орталық соларға барады. Ал мынау жоба көрсетеді, мысалы осы бала осы мысалы бағытта жақсы өзін көрсетеді екен. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Сау болыңыздар.